Бұған халықты кінәлаудың керегі жоқ, өйткені олар іштей түсінді. Өз мемлекетіңде өзге тілді меңгермей, екінші сортты адам болып қала береді. Қазақ әдебиетіндегі ол шығармалар әлем әдебиетінде орны бар ма? Оның орны қаншалықты? Осы сұрақты өзіңізге қойып бір жауап. Қайталап жіберші, мен басқа нәрсе ойлап кеттім. Өз-өзіме самал деген доқ. Менің өзімнің жеке көзқарасым, жеке субъективті көзқарасым, әлемдік әдебиетке ұялмай алып шығатын, және де конкурентно способный дейді ғой. Бәсекеге кез келген әлемнің жазушысымен, мықты деген жазушысымен бәсекеге еркін түсе алатын ол Мұхтар Мағауин ағамыз ғана. Бірақ айналып келгенде мен сенем, түптің түбінде біздің Оралхан ағаларымыздың, Бердібек ағамыздың, Төлен Әбдіков секілді біздің марғасқаларымыз, Мұқағали атамыздың жазбалары, солардың бәрін әлем айналып осыған келеді, оқиды. Бұл бәлкім 100 жылдан кейін бекен, бәлкім 200 жылдан кейін бекен, жақсы жазама, жаман жазама, орташа жазама, кез келген қалам ұстап, қағазға бірдеңе жазам деген адамға үлкен құрметпен қарау керек. Құрметті көрермендер, құрметті Ритм подкастымыздың құрметті де қадірменді көрермендері, бүгін бізде Ритм подкастында келесі қонағымыз ұлағатты ұрпақ қоғамдық қорының жетекшісі, жалпы құпия үнсіздік, тағы да басқа абайлаңыз ескерткіш сынды бірнеше пьесалардың, сиқырлы терезе пьесаларының авторы, белгілі драматург Жәнібек Әлікен ағамыз. Қош келдіңіз аға. Және де сіздермен бірге менің серіктесім Ерасыл Молдаханов, және де мен Әділбай Аяжан. Қош келдіңіз аға. Жалпы бізде қонақтарға бірінші қойылатын дәстүрлі сұрағымыз бар. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы. Көтеріңкі. Көтеріңкі, тосын дей ма? Көңіл күй көтеріңкі болсын, себебі біздің шығарылымның өтте бір несі деп білеміз, көңіл күй деген. Жалпы енді еркін подкаст болғаннан кейін, енді біздің қалай деп айтсақ, осы подкастымыздың несі термині секілді болып кетті ғой, еркін деген дүние. Сондықтан еркін отырайық, кең көсіліп, ойымызды ашық айтып, әр дүниеге үйдегідей сезін. Үйдегідей. Сол жалаңаяқ кіргеніміздің де себебі сол ғой. Ал жалпы енді жаңа еркін сұрақ дедік қой, енді еркін сұрақтан мына бір сұрақты басты назарға алып қоя салайық. Жалпы біз драматург деп жүрген адам, біз жазушы деп жүрген адам, біз әдебиетші деп жүрген адам жалпы билікте отыра ала ма? Ал тосын сұрақ. Отыра алады. Ел басқару ғой билік. Өте жауапкершілігі мол жұмыс. Ол жерде бірақ сәл қиындау бола ма деймін, өйткені ол жерде негізгі ел басқарудағы негізгі принцип ол сезімге берілмеу, эмоцияға бой алдырмау, және де стратегиялық ойлап, кейбір тактикалық жерлерде, ұтылатын жерлерде артқа шегіне тұру секілді дүниелер болады. Сондай жерді түсіне білген адам, сезімге бой алдырмайтын адам, және де түпкі нәтижеге жету мәселесінде кез келген нәрсеге дайын болатын болса, ол адам билікке баруға болады. Бірақ соның ішінде бізде творчествоның адамдары, ақындар мәселесі кішкене сәл жанып кете ма белгілі бір дәрежеде деген сияқты. Ал енді жазушылар баруға болады деп ойлаймын, өйткені жазушылар ұзақ мерзімде жүгіретін марафонистер сияқты, олар кітаптың ең соңғы көреді, нәтижесін көреді, ойды түгел толығымен. Сондықтан неге бармасқа, үлкен қалың роман жазып жүрген адамдар билікке барып ел басқара алады деп ойлаймын. Ал ақын адамдар ел басқара алмайды. Ақын адамдардың табиғаты жазушыдан бөлек ау, олар лап еткен сезім, енді бірақ олар да ұзағынан ойланады ғой деген нәрсе. Олар да ұзағынан ойланады, енді жалпы исключение әрқашанда болады ғой, өйткені Абай атамызда барды ел басқаруға, болыс болды, заң шығарды, бірақ енді Абай атамыз бөлек қой ол. Ол Абай деңіз. Ол әлгі ақыл, қайрат, жүректі тең ұстаған адам ғой енді. Сондай мәселе. Ал енді актерлар барады деп ойлаймын. Өйткені белгілі бір образды алып шықса да, алып шығады ғой. Рейганнан көруге болады, Зеленский қалай басқарып жатыр деген сияқты. Енді жаңа айтып жатыр ғой, жазушылар ұзағынан шабатын, енді ақындар жаңып кетуі мүмкін, драматургтер.
Олар да сол бөлек халықтың шығармашылық саланың ішіндегі бөлек халық деп ерекше бір атау беріп, оларды да бөлек шығарпаймыз ба? Ақындар жайлы сырттан жаңағындай көзқарас қалыптасты, мен айттым, басқалар айтты, сезімнің адамы деп. Жазушылар туралы да басқа бір бөлек көзқарас, қашанда ақынға бөлек, жазушыға бөлек көзқарас қалыптасады ғой. Соның ішінде мен білмеймін, драматургқа жалпы елдің көзқарасы қандай екенін. Драматург деген халықтың, мен өзім драматургтармен араласып көрген жоқпын, мынандай болады деп айтудың өзі, және Қазақстанда бір шетінен драматург деген атқа иеленіп жүрген мен өзім қуанамын, өйткені бұлар санаулы да дефицит. Бір өзі бүкіл Қазақстанға бір ары кеткенде 20 шақты ма сондай ғана ғой. Сондықтан олар бір-бірімізді көрмейміз, бір-бірімізбен араласпаймыз. Сондықтан драматург деген мынандай деп айтуға да сырттан бір көрмегеннен кейін де, араласып көрмегеннен кейін мынандай деп айта алмаймыз. Енді өзіме салса мен баратын едім, басқаруға болатын еді. Өйткені менің негізгі мамандығым Қазақ мемлекеттік басқару академиясы деп басталды, нархоз. Соның ішінде ГИМУ дейді, государственное местное управление, мемлекеттік және жергілікті басқаруды бітірген ғой мен негізінде. Сондықтан барып басқаруға болады. Жалпаға жазушы деп отырмыз. Жазушы болу үшін ең бірінші неден хабары болу керек адамның? Адам психологиясынан ба, әлде қоғамнан ба? Кез келген саланы басқаруды ауыздан басқару кетпей қалды. Кез келген салаға бару үшін, мамандықтан шыға алмай қалдыңыз ба? Иә, кез келген салаға бару үшін, мысалы, енді композитор болу үшін бүкіл әндерді жақсы білу керек дейді Шәмші атамыздың сөзі. Бүкіл халық композиторлары, халық әндері түгел әлемдік түгел білу керек дейді. Сол секілді, мысалы, режиссер болу үшін бүкіл әлемдік кинематографияны қарап шығу керек, отандық кинематографияны барлық сол саланы білу керек. Сол секілді жазушы болу үшін ең бірінші көп оқу керек. Оқу керек. Аршеттегі бүкіл әлемдік классиканы меңгермей, одан кейін өзіміздің қазақ әдебиетін және де көрші елдердің әдебиетін толық демей-ақ қояйын, соның жалпы негізін көрмей, негізін білмей жазушы болу мүмкін емес шығар. Енді бір рет атуға болатын шығар, әлгі случайный выстрел депші. Ал жалпы үлкен шынымен жазушылыққа бет бұрған адам түгел өзіне дейін не жазылды, өзінің замандастары не жазып жатыр, соның бәрін білу керек. Онсыз жазушы болу мүмкін емес. Одан кейін ар шетіндегі енді табиғи талант қой, бір нәрсені әңгімелей білу, сосын соған сол салаға деген құштарлық, ол мектептен басталады, әдебиет сабағынан басталады деген сияқты нәрселер ғой. Ал жалпы не сұраққа нақты жауап берсем, бүкіл өзіне дейін жазылғандарды білу керек. Қоғам яғни. Иә, енді жаңағы жазушы деген дүние, жаңағы енді әрқайсының ара жігін енді бөліп қарастырып жатырмыз ғой. Ол да дұрыс шығар. Енді ақын, ол драматург болсын, ол жазушы болсын, жалпы енді осы қазақ әдебиетіндегі, осы қазақ халқындағы, жалпы қоғамдағы деп айтайықшы, бір тіл мәселесі бар ғой әлі күнге. Қазақ тілінің ба? Иә. Орыс тілінде мәртебесі бір саты төмен тұратын секілді болып көрінеді. Өзіміз енді атаңдап, ол қазақ тілді, біз қазақпыз, ол бірінші тұрады дегенмен енді орыс тілді мемлекет деп көп саясаткерлер де айтып жатыр. Енді жалпы енді осы жерде бір сұрақ туындайды да, біз жалпы қазақ тілінің құқығын қанша жыл қорғаймыз әлі? Бұл ұзаққа кетеді-ау. Бұл ұзаққа кететін секілді. Өйткені 91 жылғы тәуелсіздіктің буымен бір қазақ тілінің мәселесі шешіліп кететін секілді. Бұдан ары қарай бәрі қазақша болып кететін секілді, сол бумен, сол инерциямен, сол қуанышпен барлығы балаларын қазақ мектептеріне берді. Сосын осы мемлекеттің тілі, қазақ тілі заң түрде болғаннан кейін қазақ балабақшаларына, қазақ мектептеріне беруге тырысты да, айналасы 30 жылдың ішінде биліктің тарапынан нақты механизмдер ешқандай жұмыс жасалмағаннан кейін сол 91 жылы бала күні, 91 жылы бала болғандар қазір отбасылы болды деген сияқты. Олар түсінді, қайтадан түсінді, тура кеңестер одағы секілді қазақ тілімен алысқа бара алмайтынын түсінді. Осы мемлекетте тұрып жалғыз өз тілін меңгерумен алысқа бармайтынын түсінді да, өзі көрген қиыншылықты қайттан балалары көрмесін деп, қайттан қазір статистика қарасақ, қазақ отбасыларында және де орыс тілді балабақшаға беру, орыс тілді мектептерге беру қайттан белең алды. Бұған халықты кінәлаудың керегі жоқ, өйткені олар іштей түсінді, өз мемлекетіңде өзге тілді меңгермей екінші сортты адам болып қала беретініне. Солай.
ол шынымен сондай. Өйткені менде қазір жасым 40-қа келді, біраз жерде істедім. Соның ішінде бизнес саласының шет жағасын көрдік. Бизнес тілі толық орыс тілде, өйткені кез келген келісім шарт орысша шығады. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, налоговый отчетность деген бар, 1С бар, бухгалтерия бар, қаржы тілі бар, және де үкіметте бюджеттің бекітілуі бар, бюджеттің қорғалуы бар. Оның ішінде мына құқық қорғау саласы, МВД-дан бастап мына сот мәселесі түгел. Қазір кез келген сот орыс тілінде өтеді. Бұның өзі біріншіден қаржы мәселесінде орыс тілділер шешеді. Өзін-өз құқық қорғау мәселесінде сенің құқығың қорғалаған кезде МВД, полицейлер бүкіл протокол орыс тілінде жазылады. Енді ар шетінде қазақ тілділердің мәселесі, сот мәселесінде сот орысша өтеді. Осы мәселеде біз өз елімізде екінші сорттылыққа айналып жатырмыз тіл мәселесімен. Енді жаңағы айналып келіп басына келейік. Жаңағы қазіргі жастар қайттан балаларын орыс мектептеріне бере бастады, орыс балабақшаларына бере бастады. Қайттан тұтас буын қайтадан орыс тілінде тәрбиеленеді, орысша өседі деген сияқты. Сондықтан бұл мәселе 50-70 жылсыз шешілмейді. Егер ұлттың намысы оянатын болған жағдайда ғана. Әйтпесе егер мысалы сананың тұрмысын билейді деп Маркс айтқандай тек қана күн көру мәселесі шынымен алғашқы не ғой, қажеттілік қой. Тек қана күн көру мәселесі бойынша тезірек балаң дос елде дұрыс өмір сүру үшін амалсыз орыс тіліне беріп жатыр. Сондықтан бұл мәселе жуық арада шешілмейді. Енді сыртқы саясат мәселесі де үлкен ықпал етіп тұр. Көрші Россияның Украинаға шабуылын бәріміз көрдік. Енді бізге де олар не мәселе басталды? Тіл мәселесімен тиісті ғой ең бірінші. Украинада орыс тілінің құқы тапталып жатыр деген мәселемен тиісті. Осы мәселеде бізде де енді жоғарыда отырған биліктегі кісілердің қорқынышы бар. Ол қорқыныш бір шетінен дұрыс та деп ойлаймын. Сондықтан да бұл жерде халық өзі оянып, және де ең қиыны қазір қоғамда орыс тілділер мен қазақ тілділер екіге бөлінді. Бөлінушілік басталды емес, бөлінді. Және де бір-бірін түсінгісі келмейді, бір-бірін кешіргісі келмейді, бір-бірінің арасында диалог жоқ, ортақ құндылық қалмай қалды. Орыс тілділер қазақ тілділерді менсінбейді деген секілді. Олар қашанда материалдық жағдайы төмен, олар бір ұлт рух деген сияқты түсініксіз нәрселерді айтып жүреді. Екі жақтың арасында диалог жоқ. Сол мәселе. Сондықтан бұл ұзаққа кететін мәселе. Менде де жас кезімде үміт болған, қазақ тілі жеңетін шығар деп, енді қазір пессимистік сарында осы бізде тіл мәселесі шешілмей кететін шығар. Иә, жалпы енді жаңағы сұрақтың қойылу аясы да соған жақын еді ғой. Сол бізде шығармашылық салада жүрген адамдар енді халықпен тығыз қарым-қатынаста жүрген, көріп жүрген, біліп жүрген адамдар ғой жалпы. Қазақ тілі рухани саланың ғана тілі болып қалды ғой. Қазақ тілі рухани саланың ғана тілі болып қалды. Әдебиеттің, өнердің, кинода да қазақ тілі жоқ. Өйткені жаңа сценарийлар не жасалады ғой, орыс тілінде жасалады. Кино кішкене неге жақын, технологияға жақын болғаннан кейін ол жақта орыс тілі. Ал негізінен осы әдебиет, өнер, театр саласында ғана қазақ тілі қалды да, той саласында. Енді ол тек қана рухпен қарын тойғыза алмайсың. Ал нақты қарын тойғызатын сала жаңағы қаржы, бизнес деген сияқты технология саласы түгіл орыс тілі болып кетті. Сондықтан енді бұл арада ренішті филологтарға да қоюға болады. Өзіміз кінә өзімізден деп ойлаймыз. Осы 30 жылдың кезінде қазақ тілінің тұғырнамасын біз қалыптастыра алмады филологтар. Осы уақытқа шейін 1С-ні аударып қоюға, және де протокол, жаңағы дұрыс орыс тілден аударылу мәселесі қойып қоюға болатын еді ғой. Жоқ, біздің филологтар керісінше бір ғылыми атағы үшін қазақ тілін құрбандыққа шалды. Жаңағы қазір рахметті, баяғыда біз бала кезде рахметті рахмет деп қазір рахмет деп жазатын ба, бірдеңе болып кетті. Өзіміз қазір грамматикалық өзіміз сауатсыз болып бара жатырмыз. Қыргүйекті қыргүйек деп шатастырып, осы мәселе, мысалы, өз грамматикаңды өзің қойамай жатқан елдің тілін кім үйренгісі келеді? Оның үстіне қазақ тілі ғылым тілі болуға әбден лайық тіледі. Онда аяқ асты бір ғылыми атақ үшін қаншама тәжірибеге салып жатыр. Мысалы, біздің кезде белокты ақуыз деп оқитынбыз. Қазір ол нәруызға айналыпты.
Одан кейін клетканы биологияда жасуша деп оқушы едік, қазір торша болып кетті деген сияқты. Уже екі буын бір-бірін түсінбейді. Яғни ғылым тілінде, ғылым тілін әдейі ғылым тілі болғызбау саясаты ма, жоқ жаңағы бір кандидаттық үшін қазақ тілін осылай құрбандыққа шалып жатыр ма, осындай терминология мәселесінде қазақ тілі өте ақсап тұр. Сондықтан бұл тікелей өзіміздің кінәміз, тікелей өзіміздің тілге жаны ашымайтындықтың мәселесі, және де әлгі қазақ тілі ешкімге керек емес сияқты қазір менің ойымша. Бір санаулы топқа болмаса, өйткені әдебиетші топ, ол шығармашылық топ қана емес. Оның өзі егер мысалы ауылдан келген адамдар, ауылдан келген жастар мысалы орысша жақсы біліп алатын болса, ең қауіп түрде соларға қазақ тілі керек болмай қалады. Олардың қазақ тілі деп шырылдап жүргені өзінің қолайсыздығын шешу мәселесінде бәрі қазақша болса екен деп. Егер сол келген жастар орыс тілін жақсы меңгеріп болатын болса, басқа тілді жақсылап меңгеріп болатын болса, ең қызығы сол ауылдан келген жастарға да керек болмай қалады. Бірақ басқа тілді біліп жүріп, қазақ тілі үшін күресіп жүргендерге не айтасыз? Мысалы, олайда күресіп жүргендер бар ғой. Оның бәрін жоққа шығарамыз ба? Бар енді, жалпы кез келген салада исключение бар. Ондай айтып отырмын, жаңағы санаулы ғана адамдар мен білетін, және де өзге тілді біліп, өз тілі үшін күрескен мен адамдарды мынау деп көрсететін мен адам көрмедім. Мынау деп айтыңыздар. Қазіргі таңда білем, Бағдат Әннас ағай қазақ тілін, мысалы, ол көп тілдерді біледі, бірақ та қазақ тілін дамытушылардың қатарында сол кісі. Бізде сабақ өткен күннің өзінде ол кісі біз точь деген или болмаса всегда деген сөзді қолданатын болғанның өзінде оның қазақшасы қалай деп бізге күнделікті қолданыстың аясын көмектеседі. Дұрыс қой, Әннас Бағдат бауырыма Алла разы болсын. Енді ондай жігіттер, ондай адамдар мүлде жоқ деп отқан жоқпын, қалады ғой. Олар бар. Жаңа айттым, санаулы адамдар. Мүмкін ондай жігіттердің басы бірікпей жүрген шығар мүмкін. Енді ең қиыны біз кейде мынандай қателікке бой алдырамыз. Бәрін қазақшалап тастау деген ше. Бәрін қазақшалап. Тіл деген жанды организм ғой. Тіл дамиды. Енді ойлап қарасаңыз, қазір мысалы сырттан келген сөздерді бізге әлгі шұбарланды деуге болмайды. Өйткені ол шұбарланды десек, біз самаурыннан бас тартуымыз керекпіз. Өйткені самаурын деген самовардың өзіміз тілге меңгеннен айтып алған түріміз ғой, орыстың сөзі ғой, самовар. Енді соны самаурын дедік. Содан қазақ тілі байып кетті ғой. Содан тіл шұбарланған жоқ. Және де қазақ тілінің қолданыстағы 30% сөзі араптан енген. Мұғалім, дәптер, ұстаз, түгел кітап, қалам бәрі неден келген? Дүние, мысалы, махаббат, соның бәрі неден келген? Араб тілінен келген. Ол керісінше қазақ тілін байытты ғой. Сол сияқты біз орыс тіліне қарсылық деп ондай сөзден бас тартпауымыз керекпіз. Біз ғылыми терминдерді түгел қазақшалап алсақ, онда біздің қазақ тілі өледі. Сөздің шыны керек. Міне звондап жатыр ғой. Сол звондау деген сол сөз біздің тіліміз болып қалады. Негізі тілге көшетін болсақ, таңа самаурын сияқты. Өйткені мен сізге қоңырау шалмаймын, енді оны ұзақ қылмаймыз. Сол сияқты орыс тілі неге бай және де тез дамиды, және де әлемдегі ЮНЕСКО-ның 6 тілінің бірі, жаңа сөздерді кіргізе салады, орысша жасап алады ғой. Мысалы орыста кезінде водолаз деген сөз болған. Біз оны суға сүңгуір деп нетіп жүрік қой. Соны олар қазір водолаз демейді, дайвер дейді да. Ағылшынның дайвинг дегенін алды дейік. Орыстікі дайвер сияқты. Тіл осылай жан-жақтан алғанда дамиды. Енді бәріміз даже деген сөзден, звондау деген сөзден қашатын болсақ, ең бастысы ой қазақша жету керек та. Адамның жүрегі қазақша соғу керек. Жаңағы тілдегі шұбарлық мен одан аса қорқыныш. Ең бастысы қазақша сөйлесінші, сол шұбарласа да. Кезінде Гүлжан Қарағұсова деген апамыз болды, министр. Сол кісінің қазақшаға сөйлеп талпынғанын біз қолдауымыз керек еді. Сол кісіні қолдауымыз керек еді. Ол кісінің ниеті қазақша сөйлеуді. Енді жаңа Гүлжан апамыздың қаншама келекеге, мазаққа ұшырағанын көрді да, одан кейін кім қазақ тілін аяқ басады? Өзіміз мазақтап тұрсақ. Ол кісінің соншалықты орысша тәрбиеленіп, орыс тілінде оқып, және де министр дәрежесінде жүріп, өз тілінде сұхбат беруге тырысуын біз қолдауымыз керекпіз. Біз ол біреуді мазақтау арқылы, біреуді осылай қайта-қайта неге салу арқылы қазақ тілі дамымайды. Қазақ тілін дамытамыз десек, әлемдік терминология қалу керек. Біз компьютерді, интернетті қазақшаға аударуға ешқандай правамыз жоқ, ғаламтор деп. Өйткені өзіміз ойлап тапқанымыз жоқпыз. Біз кенгуруды қазақшалауға болмайды, қалталы бірдеңе депші. Сондықтан осылай қалғанда ғана қазақ тілі дамиды. Тіл түсінікті болу керек. Кезінде
ағылшын тілі не үшін дамыды? Тіл десе өсті, ұзағынан кетемін. Ағылшын тілі не үшін дамыды? Отарланған елдеріне айтты. Сіздер қалай болса да ойларыңызды жеткізіңіздер. Голланд тілі не дамымай қалды? Голландты ағылшыннан кем жаулаған жоқ. Отарланған елдеріне сіздер біздің тілдің үндестігін бұзасыздар, сіздер біздің тілдің әдемілігін бұзасыздар деп голланд тілінде сөйлеуге тыйым салған. Содан голланд тілі дамымай қалды. Ал ағылшындарға не керек? Оларға тіршілік керек. Сөйлей беріңіздер, ойларыңызды жеткізіңіздер, қалай болса солай. Қайтыңыз ойды жеткізіңіздер, өйткені тіл, Маркс айтады, сөйлесу құралы. Сол арқылы ағылшын тілі дамып кетті. Біз осылай болуымыз керекпіз. Жалпы тіл жайлы айта беретін болсақ, біразға дейін барамыз қазір. Түнімен отыруға дайынмын осы мәселеде. Келесі сұраққа көшейік. Жалпы сіз жақында бір сұхбатыңызда драматургтер одағын құру жайлы жоспарыңызбен бөлісіпсіз. Сол жоспар әлі күшінде ме? Ол жоспар әлі күшінде, өйткені өзіміздің драматургтардың бір WhatsApp-та неміз бар, чатымыз бар. Біз неге жоқпыз десене? Біз өзіміздің мамандығымызбен таныстырмаппыз ғой. Біз негізі драматург, кино теледраматургия мамандығында оқимыз. Екеміз де. Сценарист, драматург, болашақ. Енді өте қуаныштымын сол салада оқып. Жаңа тілге қайтып кетіп басын. Дефицит, Қазақстандағы болашақ дефицит адамдардың қатарын толықтыратындарыңызбен мен құттықтаймын. Өйткені шынымен бұл салада адам жоқ. Сондықтан қандай жақсы дефицит салада жүрген. Бітіргеннен кейін бізді чатыңызға қоспайыншы. Қосамыз. Енді драматургтар одағы құрылу керек. Өйткені бізде итбаққыштардың одағы бар, жазушылар одағы бар, аңшылардың одағы бар. Ол жазушыдан былай қойғанда әр сала өзінің одағын құрып алады, өз құқығын қорғап, автомобилистердің одағы бар деген сияқты, Дасаф деген сияқты мүсіншілердің. Енді осының ішінде драматургия сала одағы өзінің құқығын қорғайтын. Қазір драматургтар не әлгі амфибия сияқты не жазушылардың санатында жоқ, не театрдың санатында жоқ, екі ортада асылып тұрған бір нәрсе. Және де оны тек қана сіздерге алдын ала ескерте кетейін, тек қана драматургиямен күн көру мүмкін емес. Басқа бір саланы меңгере жүріп, соның арасында алысып жұлысып жазу ол өте қиын болады. Тек қана осы драматургиямен кетіп күн көру мүмкін емес. Күн көруге болатын еді, егер гонорар жоғары болса, және де әр түскен, әр қойылған қойылымнан саған проценті жоғары болатын болса, осы арқылы біздің театрда дамитын еді, драматургтерді жақсы дүниелер жасап беретін еді. Өкінішке орай драматургтардың өздерінің басы қосылмағаннан кейін, өздері бір одақ құрып алмағаннан кейін, өздерінің құқықтарын және де театрмен бір меморандум жасамағаннан кейін осылай жүргеніміз жүрген енді. Сондықтан осы драматургтар одағы болса екен деп. Оның үстіне жазушылар одағында драматургия секциясы бар. Бірақ оған қалай жазушылар одағына сен тіркелесің, 2 кітап шығармайынша? Ал драматургтар 2 кітап ешқашан шығармайды ғой. Олардың бір пьесасының өзі дүрілдетіп жіберуі мүмкін. Мәңгі тарихта болуы мүмкін. Ол кітапша шығармайды ғой енді. Сондықтан да қиын сала ғой оның үстіне драматургия. Сондықтан да оған да тіркелу мүмкін емес. Сондықтан ол секциядан бөліп алып кетіп, драматургтарға не керек? Шабыт керек. Жиналып сөйлесу керек. Жалпы бүкіл творчество осылай жиналып сөйлесуден адам шабыт алады, көкірек көз ашылады, бір-бірімен пікірлесу арқылы және тіпті таласу арқылы да шабыт ашылады. Драматургтар өзімен өзі жүрген адам танымайды оларды ешкім. Олар бір уақыт пьеса туралы сөйлесу керек, театр туралы сөйлесу керек. Және де театр мен үкімет оларға қарау керек. Театр фестивальдарында тізіліп драматургтар отыру керек. Олар көру керек, жаңалық қандай болып жатқанын. Ештеңеден хабарымыз жоқ та. Ештеңені көрмей, білмей, жаңа айттым ғой, жазушы болу үшін бүкіл кітаптарды оқып шығу керек сияқты. Сосын драматург болу үшін бүкіл Қазақстанның театрларында не болғанын барып көру керек. Қай жерде фестивальдар болып жатыр, драматургтар тізіліп отыру керек, ол жерде актерлар өздері ғана отырмау керек. Олар білу керек, осылай да жазуға болатын. Тіпті сіздерге тағы бір өкінішті хабарым, егер театр саласы осылай дамый беретін болса, осы уақытпен кете беретін болса, әуелі болашақта пьеса керек болмай қалуы да мүмкін ғой. Саундтректермен пьеса қойылып жатыр ғой мысалы. Сондықтан да біздің пьесалар ешкімге керек болмай қалуы да мүмкін. Драматургия енді ол да бір әдебиеттің бір жанры, мысалы жазушылар, ақындар, драматургтер, енді олар да бір шығармашылық саланың бір белгілі бір, былай айтқанда
бір салада қайнап жүрген адамдар ғой қарап тұрсаңыз. Енді оларды жаңа жазушы мен ақыннан бөле дара, жеке дара бөліп тастап, оларға бөлек одақ ашып тастап, ол жалпы ол керек пе ол дүние ол? Ол өте керек, өйткені драматургия бөлек қой. Драматургия оқылмайды ғой. Жазушылардың кітабы шығады, ақынның кітабы шығады. Ең болмаса қазір кітап шықпаса да Инстаграм, Фейсбуктан оқылады ақындардікі. Драматургия, пьесаңды кім оқиды? Сосын бұл өмірде ең азапты нәрсе пьеса оқу ғой. Құрғақ, нәрсіз. Оны тек қана режиссерлар мен актерлардан оқымаса, оны ешкім оқымайды. Оқылатын пьеса болады, расымен. Төлен Әбдіков ағамыздың пьесалары қандай тамаша оқысаң, біз үшеу едік деген секілдіші. Тұғыр мен ғұмыр, ұлы мен ұрыма, солар қандай оқуға жақсы. Бірақ пьеса оқылған сайын қойылу мүмкіндік азая береді. Оқылатын пьеса қойылмайды, қойылатын пьеса оқылмайды негізінде. Сондықтан да сол мәселеде оны жазушыларға араластырып жіберуге болмайды. Ол театр мен драматургтардың одағында меморандум болу керек. Ол жерде мысалы бірінші қаржы мәселесі шешілу керек, екінші авторлық мәселе шешілу керек, үшіншіден жаңағындай фестивальдар аясында драматургтарды да үкімет театрға қанша ақша бөліп жатыр, соның бір саласына драматургтарға деп бөліп жіберу керек қой. Сол салаға кіргізу үшін драматургтардың одағы құрылу керек. Мысалы сол жас драматургтердің пьесасы жарияланады, бірақ та оны арнайы бір портал ашса, оған келіспейсіз ба сіз? Себебі оқығысы келген көрермендер сайтта жарияланып деген секілді ғой енді. Біз анау Мүсірептің анау кезінде мысалы сол заманда мысалы жазылған бір дүниелері мысалы сындар болады, кәдімгі аға буын өкілдері отырып талқылайтын жерлер болады. Мысалы ана Мүсірептің Авгейдің ат қорасының өзінде біраз қарымды жазушылардың өзін талқылап сол жерге сын айтқан кездері де болды. Мысалы осындай талқының өзінде отырып сол мысалы пьесалар, ол жазылу деңгейі, оның мысалы сөйлеу мәнері, ол драматургияда қалай көрініс табады, соның барлығын отырып зерттеп, осылар мысалы аға драматургтерді, бала драматургтерге, жас драматургтерге ақыл кеңес айтатын бір сондай сыни сайттар, болмаса сондай бір дүниелер жалпы керек па, оны жасауымыз керек па? Порталдар. Ол әбден керек қой, ол үшін жаңа драматургтардың басы қосылу керек қой. Одақ деп отқаным жаңағы мәселе ғана емес. Санаулы драматург. Санаулы драматургтар бір-бірімізді танымаймыз. Жаңағындай енді біздің ішіміз қызы қайнап жату керек қой, жаңағындай әдеби біздің де ортамыздағы ол әдебиет қой драматургия. Сол біздің де ішіміздегі әдеби процестер, бір-біріміздің пьесамызды талқылап отырып, сондай да адам өседі ғой. Ондай жоқ қой, жаңағы портал дегеніңіз сол, соның ішінде бүкіл драматургтар өзінің ортаға салып жатса, оны басқалар талдап жатса, оны басқа саланың өкілдері келіп қарап жатса, одан кейін режиссерлар келіп қарап жатса, ол уже драматургияның үлкен жеңісі. Бізде онда ол дүние енді бұл кезінде енді өткен ғасыр, мысалы алтын жазушыларымыздың ғасыры, енді ол жерден бір жазушының бір жазушыға айтқан сынның өзі ол сын. Қазақ әдебиетінің алты ғасыры дейміз ғой енді. Енді қазір сол сынның сын болмай қалуы, оның әлсіреп қалуы кәдімгі белең алды ғой. Мысалы бір адам кітап шығарса, оған сын айтудың орнына мақтауды екі есе қылып айтамыз да, сол күйі қалдырамыз. Ол жаңа мақтаумен сол күйі ары қарай кетеді. Енді бұл жерде сын түзелмей, мін түзелмейді деген дүние ғой. Сол біз мысалы сын айтуға келген кезде неге шорқақпыз, неге біз мақтауға жанымыз үйір, неге біз сын айта алмаймыз деген дүние ғой. Мысалы жаңа драматургтерді жинап, жас драматургтердің сынын айтсақ, оларға қолдау айтсақ, сондай дүние болса, мүмкін жазушылардың, драматургтердің арасында мықты жас драматургтер шығуы да мүмкін еді деген дүние ғой. Енді оған сіздің көзқарасыңыз қалай болады жалпы? Енді ол былай болып тұр да. Қазақ әдебиеті өткен 60-шы, 70-шы, 80-шы жылдары қайнап бір-біріне сын айтып жатқан кезі, ол өйткені ол кезде сол кезде бәсекелестіктің өзі кәдімгі бәсекелестік болды, өйткені соның арқасында дамыды ғой. Ол кезде кітап оқылатын, әдебиетпен адам күн көретін, әдебиетпен және де жақсы күн көретін. Әрбір шыққан кітапқа үкіметтің қаламақысы, ол сатылымнан түскені, мысалы Қабдеш Жұмаділов ағамыздар жұмысты тастады, таза творчествомен айналысып кетті, және де онымен жаман тұрған жоқ. Мұхтар Мағауин ағамыз тек қана әдебиетпен айналысты, министрлерден кем ақша алған жоқ. Сонымен 91 жылы сонымен үкімет құлады, әркім байтал тұрмақ бас қайғы болып кетті. Енді қазір әдебиетпен, осындай руханиетпен айналысып жүргендер, олар жанкештілер. Баяғыдай әдебиет кәсіп болудан қалды да, енді жанкештілер солар ғана қалды. Азайып кетті.
енді мынандай материалдық жағдай бірінші орынға шыққан заманда руханиятпен айналысып жүрген адамды олар керісінше сынау емес, оларға жарайсың деп кішкене әйтеуір осымен айналысып жүрсің ғой деп қатарға қосып алу мәселесі көбірек ойлайтын шығармыз, қатты сынамай жатсақ. Сол сыннан сынып кетуі де мүмкін ғой. Жай ғана сын естімей-ақ материалдық жағдай қысқанда сынып осы әдебиетті, руханиятты, өнерді тастап кеткен қаншама адамдар бар. Солардың қатарында кетпесінші, әйтеуір қазақ әдебиеті келесі бір кезеңге өтіп кетсінші деп сол алтын көпірдің арасында жүрген адамдарды сынамай жатқанымыз да содан шығар. Бір-бірімізді әйтеуір мақтап, әйтеуір осы салада жүрсің ғой, әйтеуір күн көруге тұрмаса да осы жанкештілікпен жүрсің ғой деген секілді нәрсемен бір-бірімізді қолпаштап жатуы содан шығар. Енді ана алтын ғасырдағыдай қазір бір-бірімізді быт-шытын шығарымыз сынап жатсақ кім қалады деп ойлаймын. Енді ол кезде де заман, енді қазіргі заман тыныш қой, одан қарағанда енді ол кездегі заман қандай болды екен? Ол кездегі заман енді әдебиеттен ол кездегілер де жанкешті болды ғой, бірақ енді ол кезде бәсекелестікпен жақсы дүниелер туған. Ол кезде бір кітап жазып бір жыл өмір сүруге болады. Бір шығарма жазып бір жыл өмір сүруге болатын деген сияқты нәрселер ғой. Мен қашанда әлгі Маслоу теориясы бойынша, Маслоу пирамидасы бойынша күн көру бірінші мәселеде кезекте тұрады ғой. Одан кейін жоғары жағында руханият тұрады. Сондықтан да қашанда әлгі сананы тұрмыс билейтін заманда әдебиетпен айналысып жүрген әрбір адамды, және де бір нәрсе жазып жүрген адамды орнымен ғана сынап, керісінше қолдап, көтермелеп ұстау керек шығар деп ойлаймын. Енді сіздің шығармашылығыңызға өтетін болсақ, сіз балаларға арналған Сиқырлы терезе атты шығармаңызды сахнада қойған болатын. Бірақ алайда қазір ол репертуарда жоқ. Не себепті деп ойлайсыз? Не себепті? Және де балалар драматургиясы неге дамымай жатыр? Мүсіреп театрында ойлаймыз ба? Иә. Бірақ қазір репертуарда енді репертуардан неге түскенін сол театрдың өзінен сұрау керек шығар. Енді уақыты да келген шығар. Таза 5 жыл жүрді. Басқа театрлар алып қойып жатыр. Тоқпанов театры қойды, Қазақстанның 3-4 театры қойды. Енді бәлкім ескірген болар. О жағын білмедім, енді оны көркемдік жетекшіден сұрау керек шығар. Соның ішінде Құпия театры, Құпия спектакльде түсіп қалды Мүсіреповтен. Енді оны түсінбедім, неге түскенін. Оны енді театрдың өзінен сұрау керек шығар. Бәлкім қалай дейді, профнегодный дей ма бұл салада, бұл терминді білмеймін. Енді өзектілігін жойды ма екен, мен ештеңе айта алмаймын. Бірақ 2 спектакльді де көрдім. Құпия әсіресе мықты спектакль болды. Ол ешқандай түсіп қалуға, репертуардан алынып тастауға лайықсыз еді. Не үшін түсіп қалған өзім де түсінбедім. Өйткені қаншама спектакльдер көреміз, мен өзімдікі болған соң айтып отқан жоқпын. Табиғаты бөлек спектакль болды Құпия. Режиссер үлкен еңбегі тұрды ол жерде. Режиссер сұмдық бір шешімдермен алып шықты. Автор ретінде өзім таң қалдым. Мүлде Қазақстан спектакльдерінің ішінде табиғаты бөлек спектакль болып шықты. Көрермен де көп болды, бірақ неге түсіп қалған өзім де түсінбедім. Мынаны мен жаздым ба деп ойландыңыз? Бұя болады ондай. Ал енді жаңағы балалар жазушысы болу үшін деген секілді балаларға жазу өте қиын. Балалар жазушы болу үшін туу керек сондай болшы. Бердібек атамыз сияқты. Бердібек атамыз балалар жазушы болып туғандығының бір дәлелі, ол кісі өмір бойы бала сияқты болып өткен адам ғой. Мына қоғамға сыймай. Балаларға тек шындық айтылу керек. Балалар ана қулық сұмдыққа бармайды ғой. Сосын байқайсыздар ма, балалар бір-бірін жек көреді ғой. Қазіргі заманда ма? Кез келген бала кезінде басқа бір ордың балаларын жек көріп тұрасың ғой. Кейін үлкейгеннен кейін сен балаларды жақсы көре бастайсың ғой. Бала кезде балаларды жек көресің ғой. Сол секілді ол кезде бала болғаннан кейін. Иә. Орыстың балалар жазушысы кейін естеліктері бар ғой, балаларды жек көрген. Өйткені өздері бала ғой. Өздері бала ғой. Жүректері бала ғой. Сондықтан олар кәдімгі. Сосын Эдуард Успенский деген Чебурашканы жазған. Енді өлмес кейіпкерлер қалдырған адам ғой Эдуард. Чебурашка, Гена, соларды дүниеге алып келген адам да, қазір мына Фиксики да соныкі ғой. Ол да балаларды жек көрген.
Бірақ маған өйткені олардың жүректері бала. Сол секілді Бердібек атам, ал енді үлкен адам жаза алмайды. Сондықтан жүрегі бала болып қалған, солай бала болып өмір сүретін адамдар ғана дүниеге келтіре алады. Ал енді мен сиқырлы терезем негізінде балалардікі емес, семейный дей ма? Отбасылық. Қанша балаға жазсам да мен соңы үлкендерге болып кетеді. Ал енді Бердібек атамыз туралы қайтадан оралсақ, Бердібек атамыз ешқашан балаларға деп сол направлениеде жазбаған. Осы балаларға жазайыншы деп жазбаған ешқашан. Жазған, енді қызығы әлі де оқитын шығарсыздар. Бала да оқиды, 80-дегі қария да оқиды. Мынандай бір сұрақ туып тұр да, мен көкемде Бердібек ата сол кезінде сол балалар жек көрдім бе сонда? Балалар жек көрді деп айта алмаймын. Ол бір қыры ғой, жаңағы Бердібек атамыз бұл өмірге симай кеткенін айтамын да. Енді нағыз творчестволық кемеліне келіп тұрған адамның жазуды мүлде тастап кетуі, ол бала сияқты әлде бірдеңе қатты көңілі қалудан шығады ғой. Бала тіпті тамақ ішпей қояды ғой, ренжісе, өкпелесе. Баланың өкпесі ауыр болады, қиын болады. Сол сияқты бірдеңе қатты бала сияқты өкпеледі да қойды ғой жазуды деген сияқты. Сосын өмірден озуының өзі жұмбаққа толы ғой. Сол секілді мен ол кісінің сол бала секілді мінезін айтып тұрмын да. Сол балалар жазушысы болу үшін сөйтіп бала жүрегің бала болу керек, балалар жазушысы болып туу керек. Жалпы енді бізде әдебиетте болсын бопты, балалар әдебиетінде болсын, жалпы қазақ әдебиетіндегі ол шығармалар әлем әдебиетінде орны бар ма? Оның орны қаншалықты? Осы сұрақты өзіңізге қойып бір жауап. Қайдалап жіберші, мен басқа нәрсе ойлап кеттім. Өз-өзіне самал деген доқ. Ондай болып тұрады. Жаңағы сұрақ қой, сол енді қазақ әдебиетіндегі дүниелер әлем әдебиетінде орны бар ма біздің шығармалардың деген секілді ғой енді. Әзірге орны жоқ. Оқылым деңгейі қазаққа жетпей жүрген кезде өйткені әлгі біздің Мұхтар Әуезов атамызды, Абайды әлем таниды дегеніміз өтірік сөз, шыны керек. Шындықты ашып қарау керек қой, шындықтың көзіне тура қарауымыз керек. Біздің әдебиетті ешкім білмейді, әлем білмейді. Кезінде жарқ етіп Жамбыл атамыз шықты, кеңестер деңгейінде. Одан кейін орысша жазғандығы үшін, енді орыс тілі үстемдік құрып тұрған кезде кеңестер одағында шейін танымал болған Олжас ағамыз шықты, Әнуар Әлімжанов ағамыз шықты ғой деймін. Жоғары кеңеске не болды, депутат болды. Енді қазір қазақ тілі, қазақ әдебиеті, әлемдік әдебиетте қазір салмағы жоқ. Ешкім неге салмағы жоқ, өйткені ол біздің нашар жазғандығымыздан емес. Қазақ тілінің жаңағы қолданыс аясының тым әлсіздігі. Бірақ айналып келгенде мен сенем, түптің түбінде біздің Оралхан ағаларымыздың, Бердібек ағамыздың, Төлен Әбдіков секілді біздің марғасқаларымыз, Мұқағали атамыздың жазбалары, солардың бәрін әлем айналып осыған келеді, оқиды. Бұл бәлкім 100 жылдан кейін бекен, бәлкім 200 жылдан кейін бекен. Біз қазір мысалы жапон жазушылары Кобе Абені, Акутагаваны қалай мойындап оқып жүрсек, сол күн қазақ тіліне туады. Әлем Абайды оқып тамсанатын болады, әлем Мұхтар Әуезовті оқып тамсанатын күн болады. Біз енді Димаш шығады деп ешқашан ойламадық қой. Біз қазір ақш президентінің инаугурациясында Димаш қазақ тілінде ән айтып жатса, солай болу секілді қабылдаймыз да. Олимпиадада мысалы қазақтың музыкасы қойылып, жаңағы мұз айдынында билеп жүрсе, ол кәдімгі әдеттегідей баяғыдай деп таңғалмаймыз да. Шашымызды тік тұрып таңғалмаймыз. Солай болу керек секілді. Димаштың осындай әлемде қазақты мойындатып жүргені солай қабылданатын секілді. Біздің Мұхтар Әуезовке таңғалып, Абай атамызға таңғалып жатқан кез 50-70 жылдан кейін солай болу секілді қабылдаймыз. Ол кезеңмен келеді. Оған сенем. Қызығушылық сол кезде туады. Түптің түбінде бұл жазылған дүние оқылмай қалмайды ғой. Бұл жазушылықтың, кітаптың артықшылығы жазылған дүние оқылмай қалмайды да. Өз кезегін күтіп жатыр деп ойлаймын. Сол кезде әлем Төлен Әбдіков деп, әлем Бердібек Соқпаев деп таңғалып жүретін кез болады. Олар қазір сонда сандықтың түбінде жатыр деген. Жоқ, ол сандықтың емес, ол өзіміздің әдебиетте, өзіміздің оқулықтарда жатыр ғой, ол әрқайсымыздың жүрегімізде. Бірақ әлем соған келетін қазақ әдебиеті. Димашқа қалай таңғалса, қазақ әдебиеті таңғалатын кез болады. Біз соған сенеміз енді. Өзіміз ол кезде біз болмаймыз енді. Біз де болмай кетеміз.
Сендер шет жағасын көретін шығарсың. Сіздің Абайлаңыз ескерткіш атты пьесаңыз Драма KZ фестивалінде жүлделі болды. Иә. Сіздің ойыңызша бұл сайыстың драматургия дамуына қаншалықты үлесі бар? Драма KZ-тің? Бір әдемі сұрақ болғанда. Былай ғой, мәселе болған қатысқандығында емес, кез келген үйде отырып, ол қойылмай ма, қойыла ма, осындай біреу драма пьеса жазып шықса, сол қазақ драматургиясына қосқан үлесі ол оның. Жаңағы менің жалғыз Абайлаңыз ескерткішім емес. Осы сіздер студент болып жүріп бір нәрсе жазып жүрсеңіздер, соның өзі қазақ драматургиясына қосылған бір тал кірпіш оның бәрі. Осылай драматургия жасалады, және де сол пьесалар көбейген сайын саннан міндетті түрде сапа шығады. Сондықтан егер жаңағы оның үстіне бәйгеге қатысып, бәйгеге қосылып жатса, мен жаңағы Абайлаңыз ескерткіш енді Драма KZ-тен орын алмай ақ соған қатысқанның өзі драматургияның дамуына бір саты болса да үлес қосылады. Сондықтан кез келген жазылған дүние ол сол саланы кірпіші. Ал енді сапа мәселесі ол бөлек әңгіме ол. Бізге енді Драма KZ деген секілді дүниелер керек қой жалпы, иә? Міндетті түрде керек. Жалпы дегенде Драма KZ-тің аясында. Енді сол жаңағы драматургтар ода құрылып, жаңағы сол Драма KZ аясы, және де сондай бәйгелер көбейіп, және де сол Драма KZ-тен орын алған, жүлделі орын алғандар міндетті түрде театрмен меморандум арқылы қойылатын болса, ол жаңағы пьеса авторына шабыт үстіне шабыт сыйлайды, және де жаңағы Драма KZ-тің салмағын да көбейтеді. Жақсы. Енді сол бізде жаңағы айтылған дүние сол болды ғой. Енді сіздің Абайлаңыз ескерткіш енді жүлде Драма KZ-те жүлде алды. Жалпы менде ол енді қосқан үлесіміз деп жатырмыз ғой. Енді жалпы енді ол жазылған шығармалар жазылуы да мүмкін ғой, бірақ енді оның саны мен сапасы да енді сапа болған, сан болған жерде сапа болады деп жатсыз ғой. Бірақ енді оны сапалы жазуымызға, енді оның санын арттыруымызға, енді ол қазіргі жастардың қарым қабілеті жете ме жалпы енді ол? Неге жетпеске? Өзі қазақ драматург. Бүгін ортамызға Жансерік қосылды десем де болады десем. Біз енді басқа ұлтқа қарағанда бір әлгі төмен жаратылған ұлт емеспіз ғой. Барлық мүмкіндік барлық ұлтқа, барлық адамзатқа бірдей беріледі ғой. Соның ішінде біз ешкімнен кем емеспіз. Бізден де әлемдік шедевр болатын дүние неге шықпайды, шығады. Жастардың арасынан шығады, Тағы Жансерік десең. Расымен жастардың арасынан шығады, өйткені бұл үлкен буындар ренжімесін, артық айтсам. Бұл сұрақты қойылу себебі әлі сіздің бір сұхбатыңыздан бөлтірік бөр астында деген ол қазір енді не қылу керек, шығу керек, жастарды келу керек деген секілді. Жастар келу керек, иә, өйткені соған байланысты қойған ғой. Осы жерде біздің буындағы драматургтар десек, әйтеуір сол буын, сол не үзіліп кетпесін деп жазған шығар. Енді шынымен жастар үлкен жалынмен келеді ғой. Оның үстіне қазақ драматургиясы, мысалы қазақ поэзиясы неғып биікте тұр, өйткені қазақ жаратылғалы бері өлең бірге келе жатыр ғой. Одан кейін әңгіме жанры да сол ертегі аңыз ары қарай әдебиетке айналып кетті, прозаға айналып кетті. Ал драматургия ешқашан болмаған ғой. Қазақ драматургиясының пайда болғанына 100 жылдың ар жақ бер жағы ғана. Ал енді әлем драматургиясы сонау 15 ғасырларда олар Шекспир жазып жүрді ғой, сондықтан олардың аяққа тұрып алған сондан. Енді сондықтан да Ғабит Мүсірепов ағамыз келді, Мұхтар Әуезовтер небір марғасқа классиктер жазды. Бірақ ренжімесін, Кеңес одағын таң қалдыратын бізден бір пьеса шықпады ғой. Әлемді былай қойған кезде. Қазақтан қалдырған пьеса. Мұхатты, мысалы ойынды мойындау керек. Россияның театры ол әлем бойынша мойындалған театрда. Россия театр саласы бүкіл әлем театр саласындағы үлкен үштікке кіретін. Сол Мұхатқа болсын, болмаса басқа 15 одақтасып бір ұлт болдық, бір ел болдық қой. Соның ішінде Қазақтан осындай пьеса шықты деп қолдан қолға өткізіп қойылған шыққандай нәрсе болған жоқ. Біздің классиктер ондай пьесалар тудыра алмады.
Одан кейін қазақты таңғалдырған сонда пьеса жоқ дегіңіз келе ме өзінде? енді өзіміздің жанымызға жақын нәрселер бар ғой, мысалы, бірақ енді Қарагөзді алайық. Қарагөз әлемдік аренаға шыққан кезде, үлкен халықаралық неге шыққан кезде, мысалы, европалықтар таңғалған ғой енді. В чем проблема депші. Бұл екеуі неғып үйлене алмай жүр депші. Не көрінді бұларға? 6 ата, 7 ата дегенде олар түсінбейді ғой енді. Енді оны өзіміз ғана түсінеміз да. Қазақ қана. Енді ол өзіміз таңғалдырғанмен әлемді таңғалдыра алмайды да. Ешқан қай жерден драма көріп тұрсыздар деген ғой енді. Бізге үлкен драма, мысалы, 6 атадан 7-ден қыз алмау. Оларға ешқандай драма емес та. Оларға үйлендіріп бере салу керек па? Олар енді кәдімгі өзінің ағайындас қарындасын алып жүрген елге енді 7 ата деген апарып оған драматург істемейсің ғой. Сол секілді енді Шекспирді қараңыз. Қай шығармасын алсаң да, қай елге қойсаң да өзекті болып тұрады. Осындай нәрсе шығарамадық қой біз. Мысалы, корольдерді алыңыз, 15-ші ғасырда қазақ хандығы құрылып жатқан кездегі шығарма, жазылған шығарма ғой. Енді соны алып келіп қазір қоясаңыз, ханның 3 қызы бар. Хан биліктен кеткенде қалай болатынын көрдіңіз ба? Қандай өзекті. Осындай әлем таңғалатын дүние біз әлі жазбадық қой. Жоқ, соны енді ол жазбадық қой дегенге келеді енді. Бұл біздегі драматург ағаларымыз бар ғой, Дулат ағаларымыз, Смағұл, Елубай ағаларымыз, мысалы, Сұлтанәлі Балғабаев, мысалы, олардың да еңбектерінен жоққа шығармаймыз ғой, енді өзіміз таңғалып жатырмыз. Олар жасамады дегенге бір келтіріп қалатын сияқты болып тұрып қой. Өзіміз тамсанамыз, енді ішкі нарықты қанағаттандырып жатқаны дұрыс қой, өйткені олар болмаса бізде кім болады? Олардың әрбір пьесасына өткендегі, мысалы, Бөртеге шейін барып көреміз, таңғаламыз. Менің айтайын деген енді әлемдік деңгейде, мысалы, драматургиядан қазақтың Димаш шықпады ғой, соны айтайын деп отырмын да. Біз енді сондай таңғалдыратын дүние жасау үшін сонда ол кісілерден бөлек тағы кімдерді оқуымыз керек? Сонда әлем әдебиетінен дейікші, біз таңғалдыратын дүние жасау үшін. Неге Шекспирдің дүниелері әлі күнге сахнадан түспей келе жатыр, және де мына түрмен де түспейді, және де оны 21-ші, 22-ші, 23-ші ғасырдың режиссерлары қоюға құштар болып тұрады деген секілді. Соның тапқан кезде неғып соншалықты өзектілік, және де Шекспирді қайта-қайта айта беретінім, пьеса солай болу керек та. Пьеса өзі, драматург пьеса деген өзі басталаса бомбамен басталып ары қарай күшейе беру керек қой оқиға. Тура солай басталады. Басталаса шиеленіседі, және де күшейе береді. Ол оны қалай жазды, кімнен үйренді, оған кім үйретті, енді оны түсінбейсің да. Соншалықты театрдың, спектакльдің заңдылығын ол қайдан білген, осылай болу керектігін. Және де сол о кісі өзі ойлады ма екен, шекеңші, сол бәленбай ғасырдан кейін де мен әлемі несінде қойыла береді. Өз білмеген де болу керекші. Бәлкім білдім екен енді. Бірақ енді соны біз тапқан кезде солай жаза аламыз. Әйтпесе жаңағыдай енді өзімнен алайын, айналасы бір 2 жылдың ішінде Мүсірепов театрынан алынып қалатын пьесалар жазуға болады ғой енді. Оны жазып та жүрміз ғой деген секілді. Бірақ соның ішінде қазақ саласы, қазақтың драматургиясынан Димаш шықса екен деймін да. Енді қазіргі қазақ драматургиясы енді әлі даму үстінде дегіңіз келіп тұрған, жалпы енді басқа әлем әдебиетімен, әлем драматургиясымен салыстырғанда енді оған енді өзінің өркендеуі. Тіпті көршіміз Ресейдің драматургиясына жете алмай жатырмыз ғой. Чеховтың шығармалары қандай, әрқайсының өзінің драмасы бар, әр кейіпкердің, Гогольдің ревизорындай бір дүние жазылмады ғой, мысалы. Соны айтқым келіп отыр да. Жақсы. Театр, мынандай сөз бар да, театр көп болса түрме азаяды деген. Сонда қоғамды қылмыскерлерден тазарту үшін барлығы мәдениетке, яғни мәдениет саласына тірелеме, қоғамды қылмыскерден тазалау үшін. Иә, бұл сөз анық айтылған сөз. Бала кезден жаңағы руханиятқа жақын болып өскен, бала кезден өнер мен мәдениетке жақын болып өскен баладан ешқашан жаман адам шықпайды. Енді исключение болады әрқашанда. Түгел 100% деп айтпайсың ғой, 97-98% да сондай. Ол бала қу болуы мүмкін, ол бала
сөзде тұрмай қалуы мүмкін, ол бала басқалай болуы мүмкін, адамға тең қулық болуы мүмкін, бірақ ол баладан ешқашан қасық және рецидивист маньяк адам болмайды да одан ше. Әдебиет, мәдениет деген өзектілігі сода ғой. Театрдың өзектілігі сода. Сондықтан да бала күннен әдебиетке құштар қылып өсірсе, бала күннен театрға құштар қылып өсірсе, мен үшін өнер тәрбие құралы да. Өнер, мысалы, театр тәрбиелемеу керек дейді. Театрдың функциясына жатпайды дейді. Өнер жалпы ешкімге ақыл айтпау керек деген секілді ұғымдар бар ғой. Енді ол енді барлығын орнына қойып, барлығына жетістікке жеткен батыстың көзқарасы шығар. Ал енді біз секілді бұрынғы бүкіл құндылығынан айырылған, енді аяққа тұрып, шайқалып, енді руханиятымыз түзеп жатқан ел үшін өнер қашанда тәрбие құралы болып қалу керек. Менде осындай мынандай бір сұрақ туып отыр осы жерде. Біз ұлы деп жүрген адамдардың пенделігін көргендегі сіздің ойыңыз, яғни қазір әдебиет саласында үлкен бір дау болып жатыр десе де болады ғой. Сол жайлы айтсаңыз. Енді халыққа берген дүниесімен оның жеке азаматтық позициясын ешқашан шатастырмауымыз керек бізді. Халқына берді, біз тек қана сонымен бағалауымыз керек шығармыз. Енді оның мысалы адамдықтың ақ жолынан тура таймай өткен тек қана енді біздің пайғамбарымыз ғана шығар. Әрқайсымызда кемшілік бар ғой. Кейде былай кетесің. Оның жазған дүниесіне, халыққа сұнған дүниесіне ешқандай қатысы жоқ та. Біз жалпы свот анализ дейді ғой. Жалпы свот анализ көбірек жасауымыз керек. Біз кез келген тұлғаны алған кезде минусы мен плюсын қатар қойып, мынаны берді ғой. Ал енді мына минустары қоғамға ешқандай қатысы жоқ қой, ол жеке басының қатысы бар ғой. Мысалы, деген сияқты дүниелер жасаған кезде біз олардың пендешілігіне көз жұма қарай білу керек. Мысалы, жай ғана мысал ретінде Бекболат Тілеуханов ағамызды айтсақ, мен ол кісідей әнші, қазақтың сонау ғасырлардан келе жатқан ақтан берді секілді енді өнерге қосқан үлесі орасан ғой. Бір өзі тұтас бір академияның жұмысын істеген шығар. Бірақ енді оның ар шетінде өзінің жеке басына, жеке ұстанымына мен ештеңе дей алмаймын, ол өзінің мәселесі да деген сияқты. Сондықтан халыққа не берді, сонымен ғана. Өнер мен жеке басты бір-бірін араластыруға болмайды жалпы. Өнер мен жеке басты бір-бірін араластырмау керек. Енді одан кейін әлгі ұлы адамның сыртынан сыйлас, алыстан жүр деген сол ғой. Дулат Исабеков белгілі драматург, енді қазақ қоғамындағы атадардай тұлға, былай айтқанда, ол кісінің еңбектері не болмаса, ол кісі Нобель сыйлығына лайықты адамдар мына кісілер деп 3 адамды атады. 3 адамды атады да. Кімдер? Кім сол? Әбіш Кекілбаев, сосын Төлен Әбдіков, және де Бексұлтан Нұржекеұлы деген 3 кісіні атаған болатын. Ол кісілер сіздің ойыңызша лайық па жалпы? Барлық жүкті сізге тыстай лайық па? Төлен Әбдіков, Бексұлтан Нұржекеұлы және Әбіш Кекілбаев. Неге мен жоқпын деңізші? Неге мен жоқпын? Вот вопрос. Өте дұрыс бағалаған негізінде. Әбіш ағамыздың да, Бексұлтан ағамыздың да, әсіресе Төлен ағамыздың да қазақ әдебиетіндегі орны қандай. Және де Бексұлтан ағамыздың біздің ұлттық кітапханада ең көп оқылатын кісілердің бірі. Енді сол ұлттық кітапхана жақсы біледі ғой, рейтингті сол анықтайды ғой. Сол кісінің бір өкініш, бір үміт секілді дүниелері ең көп оқылатын дүниелер. Үшеуі де лайық. Бірақ соның ішінде Мұхтар Мағауин ағамыз тастап кетіпті. Енді өзімнің жеке көзқарасым ғой, енді мен Дулат ағамызға былай деп айта алмаймын, айтуға құқығым да жоқ. Соның ішінде менімше осы кісілерден гөрі лайықтыра деген сияқты лайықтырақ Мұхтар Мағауин ағамыз ба деп ойлаймын. Өйткені менің өзімнің жеке көзқарасым, жеке субъективті көзқарасым әлемдік әдебиетке ұялмай алып шығатын, және де
конкурентоспособный дейді ғой. Бәсекеге кез келген әлемнің жазушысымен, мықты деген жазушысымен бәсекеге еркін түсе алатын ол Мұхтар Мағауин ағамыз ғана. Сол кісі ғана сіз үшін, Мен үшін. Аха. Жалпы енді осы сұхбатымызды, подкастымызды қорытындылай келе, түйін сөзіңіз айтып кетсеңіз көрермендерімізге. Енді белгілі бір саламен шектеліп қалмайық, барлық көрермендерге бірге айтайық. Солымыз дұрыс болатын шығар. Өзіңізден. Осы қорытындылай алмай құрайым ғой мен. Пьесаның соңында да финалын қоя алмай. Оқиға болып жатып соңы деп жазсам. Баяғыда студент кезде курсовой жазған кезде де, дипломный жазған кезде де сол қорытындылай алмай, аяқтай алмай. Сол мәселе менде үлкен проблема. Сондықтан рахмет деп айтқаннан басқа мен не айтам енді? Жақсы екен. Жақсы. Лебізіңізді айтыңыз. Лебізімізді. Жақсы жазама, жаман жазама, орташа жазама, кез келген қалам ұстап қағазға бірдеңе жазам деген адамға үлкен құрметпен қарау керек. Өйткені бұл дүниедегі ең қиын нәрсе ол жазу. Сондықтан жазған нәрсеге кез келген адам ол шимай шатпақ бола ма, ол басқа дүние ме бола ма, жазып жүрген адамға үлкен құрметпен қарауымыз керек біз. Ол бәлкім өзінің өмірбаян жазып жүрген шығар. Қолына қалам алған адамның бәріне құрметпен қарай білуіміз керек біз. Және де қазір жазып жүрген жастарды көргенде қуанам. Өйткені оңай емес, ең қиын салаға түсіп жатыр. Соған ары қарай көздерінде оты болып жүрген үлкен қуаныш деп білемін. Өйткені бұл біздің жаңа айналып келгенде жаңағы сөзіміздің осы жалғасы секілді, театр көбейгенде түрме азаяды дейді ғой. Әдебиетке, мәдениетке, өнерге, театрға жақын болып өскен баладан жаман адам шықпайды. Енді сол осы бір нәрсе жазу арқылы олар бүкіл ұлттың тәрбиесіне үлес қосып жүрген адам деп білемін. Сондықтан да қазір кейінгі жастарға жазуды қой кетпес екен деген тілек. Әр шығармасына отырған кезде қазақ руханиятының бір ойылып тұрған жеріне кірпішімді қалап жатырмын ғой деген дүниемен жазса, сол ой оның рас. Ол бәлкім танылар, ол бәлкім танылмас, бірақ жазудың бір құдіреті тасқа түскен дүние оқылмай қалмайды. Қазір оқылмайтын шығар, 50 жылдан кейін оқылады. Қазір оқылмайтын шығар, 500 жылдан кейін оқылады. Ол ақиқат дүние. Оқитын адам оқитын адам шығады. Сондықтан да әрбір жазған дүниеге сондай көзқараспен қарау керек. Және де оның өзі белгілі бір дәрежеде жазып отқан кезде жауапкершілікті арттырады. Осыны кім оқиды дейсің, қалады ғой деген дүниемен жазбау керек. Енді сіздер де мені шақырып сұхбат сұрап отырсыздар ғой, бір тұлға екен депші. Соның өзі жаңағы жазған шимай шатпақтан шығады ғой. Сондықтан да жазған дүниеңнің оқырманы қашанда шығады. Бұл жазудың құдіреттілігі сода. Сондықтан жазып жүрген жастар болса, содан алыстап кетпеу керек, керісінше соған құлшына түсу керек, ізденіс керек. Рахмет сіздерге, соны айтқым келеді.